Ассалаумағалейкум. Honda Ridgeline деген автокөлік. Бұл көлікте 3/5 6 цилиндр болып жабдықталған. Диагностика барысында бірінші мен төртінші цилиндр күйіп кеткен деп көрсетіп тұр. Выпускной клапан зажатый. Және де распредвалдың регулировкасы кетіп қалған и зажигание поздний болып тұр. Көлік негізінде чип тюнингке келген, бізге прошивка жасауға жүрмей жүргесін. Хлопок, бензин, газ көп жеп жүр дейді. Соны диагностика барысында заключениесін анықтаған болатынбыз. Бізде міне вероятно выпускной клапан зажатый, распредвалдар тістер келмей тұр және зажигание поздний болып тұр. Көлікті енді головкасын ашып ремонтқа апару керек болды. Мінекей достар, клапан күйді деген ойды қайдан шығарып жатқанын сізге өздеріңізге көрсетейін. Клапан дәл осындай қызарып кетсе, клапан күйді деген сөз. Және де клапан отырған сияқты седлуларына. Осы не проблема.